Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, пісіруді қажет етпейтін пирогтың жасалу жолын ұсынамын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәмі тіл үйіретін шоколадты пирог сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен печеньенің барлығын орташа бөлікте бөліп аламыз. Мен бұл жерде топленое молоко печеньесін пайдаланып жатырмын. Печеньенің барлығын бөліп алдым. Келесі кезекте жер жаңғақты ұсақтап аламын. Қаласаңыз жаңғақты ұсақтамай ірілеу етіп сала берсеңіздер болады. Жаңғақтың басқа да кез келген түрін қолдана беріңіздер. Ұсақтап алған жер жаңғақты печеньеге салып араластырамыз. Келесі жасайтынымыз құймалы салмасын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысқа қантты саламыз. Үстіне какаоны салып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң суды құйып, тағы да араластырамыз. Енді жұмсақ сары майды салып, орташа отта ерітетін боламыз. Орташа отқа қойғаннан кейін май ерігенше араластырып отырамыз. Сұйық массамыз май ерігеннен кейін қайнап бастайды. Әрі қарай 5 минуттай қайнатамыз. Осы кезде біздің сұйық массамыз қоюлана бастайды. Араластырып тұруды ұмытпаймыз. Дайын болған массаны 5 минуттай суытамыз. Сонан соң ванилин саламыз. Жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте сұйық массаның барлығын дайын тұрған печенье мен жаңғақтың үстіне құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл сұйық массамыз печеньені жұмсартып, ерекше дәм беретін болады. Сонан соң формамызды дайындап аламыз. Өзіңіз қалаған форманы пайдалана берсеңіз болады. Мендегі форманың диаметрі 20 см. Енді дайын тұрған массаның барлығын формамызға саламыз. Үстінен ақырындап басып, тегістеп шығамыз. Сонан соң тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Енді біз пирогтың бетіне құятын шоколадты глазур дайындаймыз. Ол үшін бізге кілегей мен шоколад қажет болады. Ең алдымен шоколадты ертіп аламыз. Ертілген шоколадты кілегейдің үстіне құйып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді пирогты шығарып, дайын тұрған глазурдың барлығын құйып шығамыз. Пирогтың бетін жақсылап тегістеп шығамыз. Сонан соң тоңазытқышқа кем дегенде 4-5 сағатқа салып қоямыз. Пирогымыз дайын, енді формасынан босатамын. Пирогтың бетін жер жаңғақты ұсақтап әсемдеп шығамын. Қаласаңыз әртүрлі жеміс-жидектермен әсемдесеңіз болады. Мінекей достар, өте дәмді, ерекше болып шығатын шоколадты пирог дайын. Пирог пісіруді қажет етпейді, әрі оңай жасалады. Дастарханыңыздың сәнін ашатын пирогты сізде жасап көріңіз, ұнайтынына сенімдімін. Алғашқы рет жасағаннан мінсіз болып шығады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.